Өмір сүрудің ең басты мәні оқушылық ету. Өмір сүру мәні деген жаңалық ашып кетпесең де бір адамдар сені жақсылықпен, жақсы ісіңмен еске алатындай адам болып кетуің керек. Мен үшін өмір сүрудің мәні ол ғылым мен үлкен жетістіктерге жету. Өмірдің мәні әрбір уақыттан, әрбір секундтан ләззат алып, жақсы өмір сүруде. Өмірдің мәні мен үшін өмірде титтей де болсын өз орныңды қалдыру. Мен үшін өмірдің мәні таяқта атымды қалдырып, биік шыңдарды бағындырып, үлкен жетістіктерге жету. Менің ойымша өмірдің мәні бұл өз-өзімізді көрсетіп қалу және де алдыға қойған мақсатымызға жету. Өмірдің мәні Алланың хақиқи сүйіп оны тануда. Бақыт дегеніміз ол әр адамның еркіндігі. Бақыт деген ата-анаңа қатысты өмірлік парыздарыңды орындап, олардың разылығын алу. Бақыт деген сенің отбасың, достарың және де отаның. Бақыт деген ата-анаңның тірі кезінде қасында болып, денің сау болу деп білемін. Бақыт деген сенің ата-анаңның разылығын алу және осы өмірде сенің Алла Тағалаға құлшылық ету. Мен үшін бақыт бұл өмір, махаббат, бостандық және де тәуелсіздік.